SketchUp бағдарламасында дайындалған 3 өлшемді кәдесый алтын адам деп аталады. Және бұл алтын адамның негізгі макеті және әрбір фигуралардан құрылған мүсіндерінің барлығы бағдарламаға сәйкес өзгертуге болады. Және одан бөлек оны алға артқа бұру және оң жақ сол жағынан әртүрлі 3 түрлі бағытта қарауының барлығы видеода көрсетілген. Одан бөлек оның артында ақ түсті фон көрсетілген. Осы фонды негізге ала отырып, жасалған макетті фонға орнатуға болады. Және осы фон арқылы біз алтын адамның алға артқа бұрылуы және тең дәрежеде болуын көре аламыз. Және бұл 3 өлшемді кәдесыйдің негізгі бұрылысы және одан да бөлек оның 3 өлшемдегі бағдарламадан бөлек оның шекарасының барлығын өзгертіп ауыстыруыңызға болады. Және негізгі макеттің соңында жұмысымыздың нәтижесінде осындай 3 өлшемді кәдесый алтын адам және оның негізгі фоны ақ түсте бейнеленген. Қалауыңызша өзгертуіңізге болады. Назарларыңызға рахмет.